Ана мейірімі. Алқама есімді сахаба жігіт өлім аузында жатып, жаратқаннан басқа тәңір жоқ деп кәлима келтіруге тілі келмей қиналып жатады. Мұны көрген пайғамбар сахабалардан: бұл жігіт біреуді ренжітіп бе еді деп сұрайды. Иә, бұл жігіт анасын қатты ренжітуші еді деседі олар. Сонда пайғамбар: онда барып анасын алып келіңдер дейді. Анасы келеді. Оған пайғамбар: балаңызға кешірім етіңіз, өлім аузында жатыр дейді. Анасы болса кешірмеймін деп ашулы рең көрсетеді. Ендеше қазір ұлыңызды көз алдыңызда өртесе шыдар ма едіңіз? Сіз кешірмесеңіз, оны о дүниеде тозақтың оты күтіп тұр. Ал сіздің кешіріміңіз оны сол өрттен арашалап қалуы мүмкін дейді. Сонда анасы: қаншама көңілімді қалдырып, жанымды ауыртса да туған баламды өртке қалай қияйын? Кештім, бәрінде кештім дейді. Сол сәтте ғана Алқаманың тілі икемге келіп, кәлимасын қайтарып барып көз жұмыпты.